Сөйтеді ана үлкен азамат болады аңсар. Соның көзінше Айман, мә айлық алдым деп 20 000 теңге береді ғой. Сонымен жаңа Айман аңсардың көзінше балам әкеңді сыйлайық, Құдай қаласа ұл қыз артынан ере берсін. Әкеңді сыйлайық, әкеңнің арқасы, әкеңді үйінде әкелерін сыйлаңдар деп жатса, әке деген байқұс еркек жіберіп кетеді да сол кезде Ахмет ағамыз. Міне жақта тағы бар деп 5 000 теңгесін береді. Сөйтіп жиған тергендеріңіз осындай тойға шашыла берсін ағай. Сөйтіп жалпы былай айтып жатқанымыз еңбек бәрін жеңбек дейді. Еңбектен сіздерді арнайы бүгінгі дастарханға шақырып отыр екен. Барлықтарыңыз ниетпен, жүрек жарды лебізбен келіп отырғаннан кейін ары қарай тілегін, ниетін жалғастыратын. Келесі кезекте ортамызда балалық шағын сағынсаң нағашыңа бар дейді. Нағашы аталары, апалары. Жаман сөз жұбатады, жылатады, жақсы сөз жұбатады дейді. Жақсы, мықты, нақты тілек айтатын ортамызда нағашылары аңсардың. Айтбек көкеміз бастап, Шүбанкүл апасын арнайы ортаға шақырамыз. Алғашқы тілек бір отдельно тосып болсын. Осы кісілерді арнайы ортаға шақырайық. Келіңіздер кәнекей. Және қарақат деп жазып қойды. Қарақатпен бірге келіңіздер. Бер, әдеге мына жерге тұра қалыңыздар. Ал енді мынау бүгінгі қуаныш құтты болсын. Мына нағашылары деп, үлкен нағашыларымыздың жолдар үлкен, арнайы бір алғашқы тілек болсын деп, жаңа апаларымыздан кейін сіздерді ортаға арнайы шақырдық. Енді мына жақсы сөз жаңғазық дейді. Айтар болсақ тамсанып, олай болса аңсардың нағашы аталары Айтбек көкемізден Шұбаргүл апасы тілек айтсын, артынан би билеп біздің жігіттер ән салып. Бір сіздер үшін бір қошемет шапалақ болсын. Айтеке, алға, ақ тілек өзіңізде ата кәнекей. Рахмет. Мына құдашалар, мына бүгінгі үлкен той, мына сіздердің арқаларыңызда ғой, мынау Айман мен Ахмет Құдай қаласа мынау үй болып, мына немере сүйіп, мына немерелеріңіз құтты болсын. Құдай қаласа бір жасты 100 жасасын дейміз. Аңсаған армандарына жетсін, үлкен жігіт болсын Құдай қаласа. Осылардың қуанышына тоймай, бұяқтан сіздер, ояқтан біздер дегенде әрқашанда қуанышына ортақ болып, жүре берейік. Дәу жігіт болсын, жігіт баланың алды ғой Құдай қаласа. Иншалла. Тойға той болсын өзің. Ал, рахилар, аңсаржанның туған күні құтты болсын. Дәу жігіт болып өсе берсін. Рахаты мына папасы мен мамасы көре берсін. Біз куәгер болып жүре берейік солардың ішінде. Нағыл деймін енді. Ұзақ өмір сүрсін, жақсы азамат болып өссін. Ата-анасының ғана емес, елінің баласы болсын. Тойларымыз той қыласын. Қарағат, ақшаға қалың көй қарағат. Міне яқтан тілек айтасың ба? Қойы бір. Бәрекелді. Ал енді құрметті көпшілік, нағашы атасы мен апасында бір қошемет, шапалақ болсын, шапалақ ұрғандар. Ойбұрмайын жақта. Подаркілер берсең аласың, бермесең қарыз болып қаласың деп қойсаңшы. Мінекей, алмақтың да салмағы бар. Жалпы немере тәтті ме екен? Тәтті ғой? Ал немере тәтті. Ұлыңды өскенше, немереңді өлгенше баға деген. Шапалақ ағай, қошемет болсын. Осындай той сіздерге жұқсты болсын. Сол ұлыңды өскенше, немереңді өлгенше бағасын деген сөзді татарлар өздеріне аударып апты. Ұлың келер кетер, немерең түбіңе жетер деп. Мінекей, құрметті атасы, апасы, осы кісілердің жақсы тілегіне шапалақ ұрып, қошемет болсын. Шапалақ ұрғандардың үйінде әрдайым қуанышты той болсын. Шапалақ ұрмағандардың үйінде анда-санда болсын десек ұратын шығар кәнекей. Ал бәрекелді. Ал енді осы құда елімізді арнайы бүгінгі қуанышымыз құтты болсын деп бір күн осындай әйтеуір қыз ұзатып, немере сүйіп атсыздар. Қызымды саған тапсырдым деп айтыпты құдағи. Екеуі тілек айтып атса. Сөйтсе жаңа құдағиымыз 80 жасқа келіп қалған ба,
Kızımды mağan tapsırma, kızыңды mağan tapsırma. Kızыңа meni tapsır деп отыр. Сондықтан мынау жасы ұзақ болсын, екі жақ бірдей алыс беріс сыйластық болса қимастық болады. Қимай, дастарханды жимай, осылай ойнап күліп жүре беріңіздер. Ал енді ортаға сіздердің құрметтеріңізге шаршамасаңыздар, көңілдірек бір би болсын. Алғашқы би сіздерден болсын. Кәнеки, нағашылар би болсын. Нағашылардың құрметіне, жоғары үлкен нағашылардың құрметіне. Баршаңыз кәнеки, жастар көңілдірек. Рахмет, құрметті құдалар, кәнеки нағашы атасы мен апасы төрден орын алыңыздар. Қазір биіміз жалғаса берер. Мына алғашқы биіміз болды. Келесі биіміз бидің көкесін түйе сойғанда емес, бегамот сойғанда көреміз. Мынау бүгінгі қуанышымызда осындай бір айдегеда сіз бұл жаққа құда боласыз ғой. Жақсылап ақтан 100 граммнан жақсылап алып отырыңыз. Күніге осындай бір құдамыз, жұмысқа баратын бір көкеміз. Бүткіден бір стақан арақ ішеді екен. Күніге азанда. Бүткіден кетіп барады. Сөйтіп күндердің күнінде 2 стақанға құйды екен ғой, 2 стақанға бөлек құйды екен. Жаңағы бүткідегі бала түсінбеген, көке, оданша екеуін толтырып бірақ ұрмайсыз ба, жаңағы стақанмен десе. Жоқ, біреуін құдам үшін ішем, біреуін өзім үшін ішем деген. Соғыстап күніге азанда барған сайын 2 стақанға жаңа құйдырып ішіп жүр дейді. Күндердің күнінде тағы да кетті да, жаңа кісі 1 стақанға құйды. Ой, көке, сіз 2 стақан ішетіңіз ғой десе, мен арақ қойып кеткен, мен құдам үшін ішіп жүрмін деп айтады. Соғыса құдам үшін жақсылап алып жүріңіз. Құдалар, жақсылап алдарыңыздар 100 граммдан ашылып, кішкене бүгінгі қуанышымызды ары қарай жалғастырмақ бұрын тұсауын кесер. Бүгін тұсау кесер үлкен той. Алғашқа тілек ниетті ағаларымыз, әкелеріміз білдірмес бұрын ол кісілерді сармайдай сақтап отырмыз, той көрсін деп. Ұсақ болу жараспас дейді. Осындай ағаларымызға аңсардай бауырымыз тартса
көпке неге қараспас. Сондықтан үлкен аталары, яғни Ахмет ағамыздың, осы әулеттің ағалары Сұлтанбай ағамыз бастап. Ол кісі келмеді ма? Олай болса әпке жезделер, әпкелер, спонсор жезделеріміз бар. Ол кісілер де келмеді ма? Енді ортамызға Ахмет ағамыздың бажасы, ішіндегі тазасы, екі аяқты да бажа тату, төрт аяқты да бота тату, қырық аяқты тату десең. Ортамызға алғашқы тағы бір тілек болсын деп отырмыз. Айжан, Есілжан балы болса, әзел бастаған бажаларыңызды ортаға арнайы шақырайық. Кәнекей, келіңіздер, тілек өздеріңізде, тілек өздеріңізде. Айлардың сіңлісі Айжан. Ал енді құрметті көпшілік, мынау үлкен бажасы деп арнайы ортаға шақырдық. Айманның сіңлісі Айжан, Ахмет ағамыздың бажасы Есімжан ағамыз жақсы ақ тілегін ниетін білдірсін. Өздері томпақ, сөздері жұмсақ, тілек айтсын, аузындағы жақсы сөздерін жұмсап деп. Есімжан бажасынан бастаймыз кәнеге есеге. Рахмет асыра. Ал құрметті көпшілік, құрметті Ахмет бажа, әйге, бүгінгі аңсар ұлымыздың тұсаукесер тойы құтты болсын. Осындай апамдар, сіздердің тойларыңыз ғой бүгін, сіз тойларыңыз құтты болсын. Осындай тойға жете беріңіздер, мына дастархан әрдайым жақсылыққа жайылсын. Құда қаласа осы аңсар елдің азаматы болсын, ел басқарған азамат болсын. Не дейміз енді, сіздерге осындай той жұғысты болсын. Осы тойларда басымыздан бауырымыз бүтін, аман есен кездесе берейік. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, бүгінгі келген қадамдарыңызға гүл бітсін дейміз алғашқыда. Бүгін бәріміздің бас қосқан себепкеріміз, аңсар жиеніміз, кішкентай жігітіміз бір жасқа келіп қапты. Үлкен азамат болып өссін, әкесі мен шешесінің тұла бойы тұңғышы, ел басқарған азамат болсын деп тілейміз. Дені сау болсын. Алла қаласа осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Артынан ұлдар, қыздар ере берсін. Соның тойында бәріміз басымыз аман, бауырымыз бүтін, аман есен күліп ойнап, тойлап жүре берейік. Тағы да аңсар жиеніміздің туған күні құтты болсын. Ал енді бөлелері балаусамен, аңсардың бөлелері балаусамен әсерін тілегін тыңдайық кәнекей. Аңсардың туған күні құтты болсын. Екіге толғанды көре берейік. Дәу азамат болған көрейік. Тойларыңыз құтты болсын. Ал, мынау бала тілі бал дейді ғой. Кішкентай баласылардың бөлесінің тілегі періштенің құлағына шалынсын, періштенің әйелінің құлағына шалынсын. Әйелдер тез жеткізеді ғой. Енді мынау бір күні бір жігіт бір өз арақ ішіп отыр дейді. Ешкім жоқ қасында. Мас өшіп қалған темекі шегер болса, достары келіп қапты да, сен бұның не бір өзің арақ ішіп отырсың? Бұның дұрыс емессің ғой, сен массың ғой десе, әйеліммен ажырасайын десе, бажамды қимай отырмын деген екен. Соқса бажа тату болсын. Мынау кішкентай ғана бір мысал болсын. Анау бір ананың құрсағына бала бітіпті. Содан анамызға Құдайдан аян беріпті, Құдай. Енді бұрынғылар бекер айтып кетпеген шығар. Сенің балаң 7 жас өмір сүреді. 7 жасына ішінен енді бала қимайды баланы. Тойын жасайды, сүндет тойын, тұсаукесер, жаңағы туған күнін жасап береді. Күніге той жасайды 7 жасқа келгенше. Ең соңында 7 жасқа келген екен анасы қимай, құрсағына баласын сипап, қимай жатып ұйықтап кетті. Сөйтсе Құдайдан тағы аян беріпті. Сенің балаң 100 жасайды, өмір жасы ұзақ болады деп. Бұл неге? Сөйтсе осы уақытқа шейін той жасап,
Осы уақытқа шейін жаңа дастархан жайған келген қонақтардың бәрі тілек айтқан тілектері маған періштенің құлағына шалынып деген екен. Соқса періштенің құлағына шалынып үлкен азамат болып өмір жасы ұзақ болсын. Бұл бір мысал. Ал енді құрметті көпшілік, мінекей бажасымен балдызы, яғни сіңлісі тілек айтты. Бұл кісілерге арнайы шапалақ ұрғандардың үйінде жаңа дуалынан $, терезесіне теңге, есігінен евро кіре берсін. Ұрғандардың үйіне. Ұрмағандардың үйіне 4 пригласительный келсін. Екеуі сүндет той, екеуі үйлері той. Ал жақсылап құттықтап қоюға рұқсат. Сіздерге жақсылап көңілдірек биіміз бар. Мінекей. Есігінен Айжан. Ортаға жақсылап, бажалар құрметіне көңілдірек биіміз бар. Баршаңызда көңілдірек биге шақырамыз кәнекей. Бажалар биі. Қабыл алыңыздар. Ал, қазақта өнер таусылмайды ғой. Балаусаның мамасы мен папасы да өнер бас білетін шығарсыздар, құдаларыңыз. Сол енді өздері айтсын дейді, өздері айтпай, балаусаны пиғай деп отыр ғой, қыз. Балаусадан кейін айтады, бұл кісілер. Арғы, ал. Естиді ғой. Балаусаны арнайы ортамызға жіберейік, жақсы бір